Сәлеметсіздер ме, құрметті оқырмандар? 3-ші сыныптың математика сабағы 108-ші сабақ. Үй жұмысын бірге орындаймыз. Бүгінгі сабақтың тақырыбы разрядтан аттамай 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлу. Сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлуді үйренесің. Ежелгі замандағы ұлы математиктер туралы айтылған екен. Архимед фигураның ауданын есептеудің ортақ тәсілін тапты дейді. Бұл жерде суретте Архимедтің суретін көріп тұрмыз. Кесте бойынша есептер құрастырып, оларды шығаруымыз керек. Бұл жерде кейбір жерінде ауданы белгісіз, кейбір жерінде ұзындығы белгісіз, кері амалдарды қолдану арқылы біздер оларды шығаратын боламыз. Біріншінде бізде ауданы белгісіз, ұзындығы 12, ені 8 см. Ауданын табу үшін 12-ні 8-ге көбейттік, 12 мен 8-дің көбейтіндісі 96 квадрат сантиметрге тең. Бұл жердегі тіктөртбұрыштың ауданы 96 квадрат сантиметр. Келесіде бізде ұзындығы белгісіз, ұзындығын табу үшін ауданы белгілі ғой, 480-ді 10-ға бөлеміз, 48 сантиметрге тең. Яғни бұл жердегі тіктөртбұрыштың ұзындығы 48 сантиметрге. Одан кейін біздерде ені белгісіз болғанда ауданы белгілі, ұзындығы белгілі. Сол белгілі сандарды пайдалану арқылы біздер енін шығарып аламыз. 75 пен 15-дің бөліндісі 5 дециметрға тең. Яғни ені 5 дециметр. Үшінші тіктөртбұрыштың ені 5 дециметр екен. Екінші тапсырмада бізде түсіндіру жұмысы тұр. Бөлуді қалай жазылғанын қара дейді, жазамын дейді. Яғни бірінші 286 деп торкөздерді пайдалана отырып жазамыз. Бұл бізде бөлінгіш. Одан кейін бөлгіш бізде 2. Бірінші толымсыз бөлінгіш 2 жүздік. Бөліндіде 3 цифр болады. Жүздіктерді бөлемін. 2-ні 2-ге бөлгенде 1-ге тең. Бөліндіге бір санын жазамын, қанша жүздіктік бөлгенімді тексеремін, ол үшін көбейтемін. 1 мен 2-ні көбейтіндісі 2-ге тең. 2 саны жүздіктердің астына жазамын, азайтамын. 2 мен 2-ні айырмасын 0-ге тең. Жүздіктер толық бөлінді. Яғни ондықтарды бөлемін, 8 мен 2-ні бөлінісі 4-ге тең, бөліндінің 4 санын жазамын. Бөліктерді бөлемін, 6 мен 2-ні бөлінісі 3-ге тең, бөліндіге 3 санын жазамын. Яғни жауабын оқимыз, 143-ге тең болады. Міне осылай осы бөлудің қалай орындалғанын түсіне отырып, келесі тапсырманы орындайтын боламыз. Өрнектерді баған түрінде жаз және есепте дейді. 82-ні 2-ге бөлу үшін бірінші толымсыз бөлінгішіміз 8. 8-дің ішінде 2 4 рет бар. 4 пен 2-ның көбейтіндісі 8-ге тең. Келесі екінші толымсыз бөлінгішіміз 2. 2-ның ішінде 2 1 рет бар. Бөлінудің мәні яғни 41-ге тең, тексеріп шығарып аламыз. 48 пен 2-дің бөліндісі бізде бірінші толымсыз бөлінгіш 4, 4-дің ішінде 2 рет бар, 2-ні 2-ге өтеміз 4, одан кейін 8-ді түсіреміз, 8-дің ішінде 2 4 рет бар, 4-ді 2-ге өтеміз 8, одан кейін яғни бөлінудің мәні 24-ге тең болып шыға келеді. 848 пен 4-дің бөліндісі 8-дің ішінде бірінші толымсыз бөлінгіш 8, 8-дің ішінде 4 2 рет бар, 2-ні 4-ге өтеміз 8, келесі екінші толымсыз бөлінгіш 4, 4-дің ішінде 4 1 рет бар, 1 мен 4-дің көбейтіндісі 4-ге тең. Үшінші толымсыз бөлінгіш 8, 8-ді түсіреміз, 8-дің ішінде 4 2 рет бар. Бұны тексереміз. 2 мен 4-дің көбейтіндісі 8-ге тең деп шығарып алатын боламыз. Міне осылай қалған тапсырмаларды да орындап шығатын боламыз. Түсіне отырып орындаймыз. Келесі 4-ші тапсырмада есептерді шығар дейді. Оқушылар үйінде математика үйірмесі 639 оқушы, ал шахмат үйірмесіне одан 3 есе кем оқушы қатысады. Шахмат үйірмесіне неше оқушы кем қатысады? Бұл жерде негізгі сөздеріміз математика үйірмесі және шахмат үйірмесі. Математика бізде белгілі, шахмат белгісіз, оны табу үшін 639-ды 3-ге бөлеміз. 213-ге тең. Шахмат үйірмесіне 213 оқушы қатысады екен. Бөлігінде біздер математика үйірмесіне 630 оқушы, шахмат үйірмесіне 213 оқушы деп алып, барлығын табатын боламыз. Бұл жерде 639-ға 213-ті қоссақ, 852-ге тең. Осы үйірмелерге барлығы 852 оқушы қатысады екен. Келесі 5-ші тапсырмада баған түрінде есептеп, дұрыстығын тексеруіміз қажет. Бұл жерде баған түрінде бәрін есептеп шығамыз. 421 мен 2-ның көбейтіндісі, яғни бірінші бірлігіне, ондығына, жүздігіне көбейтеміз. 421 мен 2-ның көбейтіндісі 842-ге тең. Оны тексереміз. 842 мен 2-ның бөліндісі, бірінші толымсыз бөлінгіші 8, 8-дің ішінде 2 4 рет бар. Одан кейін екінші толымсыз бөлінгіш 4-ті түсіреміз, 4-дің ішінде 2 рет бар, 2-ні 2-ге өтеміз 4. Одан кейін үшінші толымсыз бөлінгіш 2-ні түсіреміз, 2-ның ішінде 2 1 рет бар. Міне осылай келесі 314-ті де көбейтеміз. 314-ті 2-ге көбейткенде бірлігін көбейтеміз бірінші. 2 мен 4-дің көбейтісі 8, одан кейін 10-ға көбейтеміз, 1 мен 2-ның көбейтісі 2-ге тең.
жүздігіне көйтеміз, 3 пен 2-нің көйнісі 6-ға тең. 628 мәні шықты. 628-ді 2-ге бөлеміз. Бірінші толымсыз бөлінгіш 6, 6-ның ішінде 2 3 рет бар. Екінші толымсыз бөлінгіш 2, 2-нің ішінде 2 1 рет бар. Үшінші толымсыз бөлінгіш 8, 8-нің ішінде 2 4 рет бар. Яғни бөлімнің жауабы 314-ге тең. Міне осылай тапсырмалардың барлығын түсінікті етіп өзімізге орындап шығатын боламыз. Келесі тапсырмада 6-шы тапсырма. Бұл жерде берілген граммдарды пайдалана отырып 870 граммды 785 граммдарды алуымыз қажет. Ол үшін нелерді аламыз? 500 граммдықты аламыз, 200 грамм, 100 грамм, 50-20 граммдықты алсақ 870 граммымыз құралады екен. Енді осы алған граммдарымызда осы берілген жауаптарды пайдалана отырып шұжық және ірімшік алмаға байланысты есеп шығарамыз. Есеп құрастырамыз. Мысалы, дүкеннен 870 грамм шұжық, 785 грамм ірімшік және 355 грамм алма сатып алынды. Барлығының массасы қанша болды? Ол кезде 870-ге 785 және 355-ті қосамыз. 2010, яғни 2010 грамм дегеніміз, оны килограммға айналдыратын болсақ, 2 килограмм 10 грамм. Барлығы 2 килограмм 10 грамм азық-түлік сатып алынды деп жауап беретін боламыз. Келесі 7-ші тапсырмада әжей базардан 300 грамм алма және алмұрт сатып алды. Таразының бір табағына алма, ал екіншісіне алмұрт салған кезде алмұрттың салмағы басып кетті. Содан кейін алмаға қосымша 100 грамм, ал алмұртқа 50 грамм кіртасты қойғанда таразы басы теңесті. Алманың массасы қанша, алмұрттың массасы қанша деді. Бұл жерде алма мен алмұртты табу үшін біздер осындай теңдеу құрамыз. X пен 100-дің қосындысы тең X пен 50-дің қосындысы деп аламыз. Келесі 2x-ті тең 100 пен 50-дің қосындысына. 150-ді 2-ге көйтеміз, 300 грамм шығады. Яғни алма мен алмұрттың салмағы шықты. Арғарай осы 300-ді 2-ге бөлу арқылы жаңағы алмұрттың массасын және алманың массаларын тауып аламыз. Яғни бұл жерде алмұрт бізде 100 грамм болса, ал алма 50 грамм болып мәндері шыға келеді. Міне осы тапсырмалардың орындалу реттерін қарай отырып, біздер өзімізге түсінікті етіп жазып алатын боламыз. Бүгінгі сабақта сен 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға жазбаша бөлуді үйрендің. Тапсырмалар кейбір жерлерін мұқият қарап түсініп жазатын боламыз. Құрметті оқырмандар, сіздерге біздің каналымызда тапсырмаларды орындау түсінікті болған болса, каналға жазылып, подписаться батырмасын басыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.